Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Ислам KZ. Бүгін біздер выживание ойнайтын боламыз. И если что, ойлап қалмаңыздар, енді мен мына жерден телепорт жасап белгілі бір бәле істеп шықты деп просто рандомно істеп қойғанмын. Сенбесең 0-ден 0 координатасынан шыққан мен былай. Осы жерден, тура осы жерден шықтым. Ал енді біз кеттік. Так, бұл жақта ағаш жоқ қой, төменге түсу керек. О, ағаш. Оп. Тез. Егер не қарның ашып жатыр десе білмеймін енді. Неде тұр анау? Легкий дамагер. Мен өзім сөйтім сразу бір ағаш сындырамын сразу. Қазір былай. Ой, сразу бүйтіп қойын ба? Жете алмаймын бұл уақытқа. Ағаш мынау керек, мынау. Ой, сразу аласың. Резко ши болды. Болды. О! Деревня ма? Жоқ, деревня ма болған. Яғни санда тұнық анақтай кіріп болған соң келеміз. Ой, аю не емес па случайно? О, как раз маған керек заттар бар екен. Мына жерде бір бәле болушы еді ғой, қайсы сақтады. Ол қамай тұрғанда, оппа. Ой. Болмай. Блок итеріп қалды ғой. Нормальный келеді қаматы. Железо. Бірінші бөлім. Неш көп бөлімге жалғасатын сияқты болшы. Менің ойымша деген көп бөлімге жалғасады ғой бұндай видеолар, выживаниялар. Общем. Кеттіген сіздері. Қазір біз үйіп оңай. Бір бәле тапқаннан кейін келеді. Маған қызық жерінде. Ар жерде жүргім, неқа шен кеп қалған, неқта бар екен угіл. Опа. Ой. Достар айтпай жоқ, бұл зомбимен кездесетін жай жоқ. Әні, ё-май, толып кеткен ғой. Біліп О, тростник. Керек зат қой. Зат. Қызық. О, мынау шақты қызық жота. Сонысы қызық емес екен. Ой, тамақты жоқ жейтін бе. Жолда қырылып келген соң біреуін төйлесіп демес. Жақта не бар екен? О! Ура! Онау точно. О! Привет, пупсик. Печкасын ұрлаймыз, керек болады. Печка бар, толып отыр. Әйтеуір громатын жағаға жеттім ол. Зомби нетін деу керек енді, басқа амал жоқ. Басқа жейтін зат жоқ.
Зато голод кетірмейді. Толтырып тұрады. О. Деп болады. Үй соққан кезде бәрін қоямын. Зато ұзақ күтпейсің де сразу болады. Бала зомби жүр. О. Артынан келіп оғынан. Мысық. Картофан. Ура, нормально тамақ келді. Бауылым. Картофан бар екен, картофан. Ура, тамақ көп екен. Мынаны киіп алайық, шапка болсын. Зомбилерге қалдырып кетейін, алып кетейін зомбилерді. Талибан құқтамайды олар. О, мынау керек болады. Алмай алды ма? Болды. Мынаның ішіне кірдім, не кірдім. Мынаның ішіне төсегіне кетіп қалған. Кірдім бірақ. Көз ақтылы екен. О, сынды болды. Керек болады. Бау. Керек емес заттарын тастап қойдым. Не керек қалатын да білмеймін. Мынау мен намағаш керек емес. Бір-ақ штук олар. Жоқ енді 1 штук емес, 2 штук болса нормально ғой. Бірақ 1 штугын кешке алмады. О. Тонап болған соң келемін. В общем, тонап кеттім олдым. Отындай заттар болды. Зомбинің еті керек емес екен. Ұмыт кеттім, ол ақ тұрды. Деп қойға охота жасаймыз. Төсектерін ақ көп десеңіздер. Просто так по приколу ала салғам ғой. Қысты жүрәне, если что, мен жаңадан бері тонап уже видеоны қосуды ұмыт кеттім. О, тауық. Инвентарыма сыймайды екен бірақ. Үйді осы жерден соқсам ба деп отырмын, мына жерден. Маған сундук жасау керек. 3 бөлшекке қатарынан қоямын. И потом үстіне 2 сундук қойып жіберсем қалай кетеді екен. Нормас. В общем, мына жерге төсектерін қатарынан қояйын. Дұрыс істемей қалдым. Бөшкенің ішінде қалып қойды ау. Білгем. Сосын мына жерге үйтіп қоясың да. Мына жеріне коптильня әкетіп керек етші. Камнерез қоясың. Болды дайын. Берсақтар. Мынаны бүйтіп қою керек екен төсекті. Болды. Пока что осындай болады. Неше мені төсегім бар екен тағы да біреу. Тағы төсек жасап алайын ба? Тағы бір ақ төсекке бір қой өлтіру керек екен. Жақын жерден қой әкелейін қазір. Мені тыквамен бірге әкелдім. Тыква керек болатын шығар. Тортты қалай жасайды екен? О, как раз тауық қорасау керек ше. Вот дайын. Мына жерге қойсам болмайды екен. Ей, төсекке айналғым келіп тұр ма?
мына жерге бүкіл тамақтарымды қояйын. Тамаққа байланысты заттар. Мына жерге тас темір деген сияқты бар. Колокольчик. Дейсің ғой. Песок мусорларды не қағамыз. Ағашқа байланысты заттар міне. Болып дайын шағын үй. Осындай шағын үй жасап тастау керек еді. Жағын нәрсе қазір жасағаннан кейін келем. Таспен жасаймын. Деревняға барып келгенсің ғой. Міне. Міне осындай коптильняк білін деревняға барып. Ал осы екен, енді байқадым. Енді бармаспын дегенсің. Екінші этажынандай төсектер қойып қойдым. 2 төсек қайда десеңіздер сундукта. Міне мыналарды қалай жасады десеңіздер, ар жақта көк гүл мен сары гүл тұрған, ар жақтан сары гүл, әні көрінді сары гүл, ар жақтарда көк гүл болған. Содан алдым. Енді видеоны аяқтауға дайынмын енді осылай. Келесі бөлім ертең шығатын шығар. Сіздермен болған мен Ислам KZ. Және сау болыңыздар достар.